Мына тағамды жасап берсеңіздер, үйдегілеріңіз в шоке болады ғой. Әсіресе қонақтарыңызды ұялмай күтетін тағамдардың бірі. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге су, жұмыртқа, тұз, ұнымызды илеп, осылай жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң жұқалау қылып жайып, оның ішіне теркадан өткізілген сәбіз, пияз және де кішкене сұйық майымызды қосып, араластырып, арасына салып шығамыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, Гүл ханымның формасына келтіріп, мантоваркамызда 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Оға дейін сәбіз бен картоптарымызды осылай барынша ірілеу қылып турап, тұз, паприка, кішкене сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, қызып тұрған пеште 200 градуста 35 минуттай қызарғанша ұстаймыз. Енді етімізді пісіріп аламыз. Кішкене сұйық майға іш май, құйрық майларыңызды қуырып алып, одан кейін етімізді қуырып, асты баяу отта етіміз жұмсарғанша пісіреміз. Етіміз жұмсарып шықты, осылай өзінің соғы шығады, ешқандай су құймайсыздар. Барлығын бірге араластырып, дәміне қарай тұзды салып, бетін жауып 5 минутқа бұқтырамыз. Мінекей, біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.